Тұрсынбек Қабатовтың тоқалы 1997 жылы туған, Қызылорда қаласы Бесарық ауылының тумасы екені белгілі болды. Және ол кенже ұлын дүниеге әкелген, қазіргі таңда Астана қаласында тұрады. Мынандай сөз бар ғой, жаным ау. Сен назло, әлі жарқырайсың, киноң да атады, бәрі атады. Өмірде бәрі күшті болады. Жаным, жылама. Жыламаш. Менде жылатасың қазір. Азын аулақ. Сынақ. Ауыр болып тұр, білем. Бірақ Алла тағала бәрін реттейді. Жылама. Қазір халықтан жасыратын ештеңе қалмады, сөзін шыны керек. Отбасымызда отқан жағдайды кішкене бір жігітіміздің абыройы үшін деп кішкене бір сабырлық сақтап келіп едік. Халықтың арасына шығып кетті. Мөлдірге жаман нәрсе жаза бермеңіздерші, күйініп кетуі мүмкін. Қыз баласын қазақ атам айтады ғой, қыз балаға тимеңдер дейді. Қыз баланы қолдаңдар дейді. Ал сендер аласыңдар да жаңағы өткендегі маған жазғандарың өте береді мал деп. Бұл кісі ондай жазбаңдар. Болмайды. Қызды қолдасаңдар, бұл творчествоға келіп жатыр. Тәй басып, шала береміз, айналып келіп шала береміз. Мінекей. Өстіп жүрген 20 жыл болыпты ғой, Аллаға шүкір. Тағы 40 жыл қызмет етуге дайынмын. Сосын демаламыз. Белгілі болғандай, Тұрсынбек Қабатовтың тоқалы қазіргі таңда Астана қаласында тұрады. Оған пәтер және көлік сыйлаған, ай сайын ақша беріп тұрады. Сосын тоқалдан кейін оның ресми әйелі де ұл туды. Әйелі білген соң күйеуінің тоқалына көрсетпегенін көрсеткен. Қазіргі таңда ол әйелінің қатаң бақылауында. Әйелі оны барлық жерде тіпті күні бойы ертіп жүреді делінген кейбір жазбаларда. Алайда Мөлдір Мұқанова берген кейбір сұхбатында отбасыда болып жатқан жағдай халық арасына шығып кеткенін айтқан. Бұған қатысты ерлі зайыптылар ешқандай пікір білдірмеген. Қадірменді оқырман, сіз қалай ойлайсыз? Өз ойыңызды комментарийға жаза кетіңіз.